Біз қазір Алматы қаласындағы Саду Аренада өтіп жатқан ең ауқымды хоккейлік конференция Казахстан 2025 алаңындамыз. 17-19 қыркүйек аралығында мұнда бүкіл орталық Азиядан келген мамандар, сарапшылар мен студенттер бас қосып, киберқауіпсіздіктің ең өзекті мәселелерін талқылауда. Ну, в обычной жизни, конечно, в работе очень много вещей, которые я сюда получаю. Например, новые инструменты, новые знакомства также, это софт-скиллы тоже. Так что однозначно в этом есть большие плюсы участия в этих. Биылғы тақырып Zero Day. 3 күн бойы халықаралық спикерлердің дәрістері, пікірталастар мен шеберлік сағаттар өтуде. Алғашқы күні киберқауіпсіздік, жасанды интеллект этикасы және цифрлық жүйелерге сенімділік мәселелері айтылды. Ну, если бы не нравилось, я не ходил. В первую очередь я хочу подчеркнуть то, что это классная комьюнити, то, что ты всегда встречаешь всех своих знакомых ребят, особенно когда крутишься в этой среде и работаешь с прошлой работы, своих одногруппников и просто прикольных людей, как вы. Ең қызықты сәттердің бірі киберкам жарысы. Мұнда Red Team шабуыл жасаса, Blue Team жүйені қорғап өз шеберліктерін сынауда. Жеңімпаздарға 1,5 миллион теңгеге дейін қомақты жүлделер қарастырылған. Алдағы күндері ең мықтылары финалға жолдама алып, орталық Азияның үздік хоккейлік командасы атағына таласады. Ең пайдалы баяндамалардың бірі осень жайлы болған Адин Трапкиннің баяндамасы. Және де мен барған мастер-класстардың бірі ол Жандос Бермұхамедовтың мастер-классы болды. Ол жерде DevOps-тың қалай айтсам болады, DevOps жағынан сізде хабардар болмасаңыз да, қалай да приложенияларды ашуға болатынын көмектеседі. Казахстан 2025 те хоккейлен кездесу емес. Бұл жастар үшін шабыт пен идея алаңы. Мұнда студенттер өз білімін шыңдап қана қоймай, болашақтағы мамандығына қадам жасайды. Нұрай Исаева, Надира Слемова, IT жаңалықтары.